Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Менің бүгінгі қозғайтын тақырыбым ол қазақ тілінің мәртебесі жайында. Біз қазақ тілінің мәртебесін қалай бекітеміз? Оны біз тек қағаз жүзінде емес, біз өзіміздің бойымыздан қазақ тіліне деген құрметті, қазақ тіліне деген сүйіспеншілікті көрсете білуіміз керек. Болашағының өзгергенін қаласаң, өзгерісті тап қазір өзіңнен баста дейді. Сондықтан біз ең бірінші төлқұжатымызды қазақша қылайық, телефонымыздағы баптауларды, қолданбаларды, Каспий газетте деген сияқты жүрген жерімізде мекемелерге, дүкенге барғанда қазақша сөйлесейік, кафеге, мейрамханаға барғанда даяшылардың қазақ тілінде сөйлесуін талап етейік, ас мәзірінде қазақша болуын талап етейік. Сонда біз өзгерте аламыз. Мен болып, сіз болып, біз болып қазақ тілінің дамуына атсалысамыз. Алдау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді дейді. Біз бірлігімізді көрсетейік. Өзге ұлттар, өзге ұлт өкілдері қазақтың әрбір азаматы, азаматшасының өз тілін қаншалықты жақсы көретіні тек қағаз жүзінде емес, біздің өзімізден, жүзімізден, сөйлегенімізден көрініп тұру керек. Қазақтың тілі түркі тілдерінің ішіндегі ең жауһары деген мәшһүр сөз көбейіп атамыз. Сондықтан осындай жауһар әдемі тілімізді өзге ұлттарға бағалайтынымызды көрсете білейік. Бәріміз бірігей, тек қана әлеуметтік желіде ғана патриот қазақ болып қалмайық. Өмірде де шынайы өзімізді өзгертіп, өзіміз қазақша сөйлеп, және айналамыздағы адамдардың қазақша сөйлеуіне атсалысайық. Әрбір қазақ азамат азаматшасы өз тілін сүйсін, құрметтесін, қазақ тілі мәңгі жасай берсін.